Маңғыстау облысында Ақтау қайырымдылық мекемесі жасөспірімдерді жиып алып, заңсыз діни дәріс өткізген. Бұндай сорақылықты облыстық экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы әшкереледі. Экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасына келіп түскен хабарламаны тексеру барысында Ақтау қаласы аумағында орналасқан Ақтау қайырымдылық қоры мекемесі ішінде жасөспірім балаларға діни сабақ өткізіп жатқаны анықталды. Мекеме ішінен 20 дана діни кітаптар тәркіленіп алынды. Күдік расталып, полиция заңсыз дәрістің үстінен түседі. Мектеп жасындағы балаларға діни сабақ өткізген азамат осы қайырымдылық мекемесінің шаруашылыққа жауапты маманы болып шықты. Заң талабын місе тұтпаған Мабланов діни бірлестіктің өкілі емес, демек діннің атынан сөйлеуге құқы жоқ. Ол тіпті жергілікті өкілетті органнан миссионерлікпен айналысуға рұқсат беретін құжат алмаған. Бұл мекеменің ешқандай діни рәсімге, діни білім беруге құқы жоқ. Жай ғана қайырымдылық мекемелерде тіркелген. Барлық ел бұларды медресе деп таниды екен. Бұлар медресе емес. Тұрғындар бұл қайырымдылық мекемелеріне балаларын діни білім алсын деп беретін болса, бұл заңсыздық. Бұлардың негізгі мақсаты діни білім беру емес, бұл тек балаларға әлеуметтік жағдайына көмектесу. Маңғыстау облысында жалпы 5 қайырымдылық мекемесі тіркелген. Бәрі Жібек жолы қайырымдылық мекемелер қауымдастығына қарайды. Ұйымның жарғысында негізгі қызметі қайырымдылық деп көрсетілген, яғни діни қызметпен айналысуға хақы жоқ. Ал елімізде ислами бағыттағы жалғыз республикалық діни бірлестік Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы менен Жібек жолы қайырымдылық мекемелер қауымдастығы арасында келісім болды. Яғни келісім шарттың өзінің тармақтарына сәйкес қайырымдылық мекемелердің ғимаратының ішінде немесе ауласында діни сауат ашу яки болмаса діни білім беруменен ешқандай да рұқсаты жоқ деп жазылған. Тек қана ол жердегі мекемедегі тәрбиеленуші балаларды сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттердің жанындағы сауат ашу курсына өздері алып келіп, өздері алып кету керек болады. Тек мешіттерде ғана оларды оқытады. Келісімнің негізгі талабы сондай. Өңірлердегі діни ахуалды зерделеу барысында аталмыш меморандум шарттары барлық облыста толығымен орындала бермейтініне көз жетті. Қауымдастық діни басқарманың аймақтардағы өкілдерімен санаса қоймайды. Маңғыстау облысындағы жағдай осының дәлелі. Істі қараған судья заңсыз миссионерлікпен айналысқан Мавлановқа айыппұл салып, діни әдебиеттерді тәркілеу туралы қаулы шығарды. Онда жерге баланы бермеген дұрыс. Неге? Өйткені ол қазір шетелден басқа жерден оқып жатқан ұстаздар көп, бірақ оның сенімі қандай, бізге деген көзқарасы қандай, салт дәстүрді ұстана ма деген сияқты мәселелерде бара қарасақ болады. Діни басқармамыз бар, соның бекітілген ұстаздары бар, мешіт имамдары бар. Мен солардан келіп алған дұрыс. Бұл облыстық мешіт жанындағы имани жаз атты діни сауат ашу курстары. Бағдарламасын мүфтият бекіткен. Оқу тегін. Құран әліппесі, Құранды тәжуидпен оқып үйрену, Алланың 99 есімін жаттау, ислам әдептері, көркем мінезге тәрбиелеу, тазалыққа үйрету сынды дәстүрге сай дәрістерді мешіт ұстаздары жүргізді. Жалпы діни ақпаратты діни басқармадан алған дұрыс. Әуезді жарнамаға арбалып алданғанша жол сұрап адаспаған абзал.